Сәлем көрермен, сізбен бірге Fortress of History каналы видео бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып жайғасыңыз. Біз бастаймыз. Сан-Фернандо. 2014 жылы 23 қаңтар күні таң ертең 20 жасар Карен Родригез өзінің көлігімен анасының дүкеніне бара жатты. Ол сол дүкенде жұмыс жасады, өйткені анасы көп уақытын Америкада, Техаста бала қараушы болып жұмыс жасайтын. Дүкенге жетуге жақын қалған кезде, Кареннің көлігін екі жақтан үлкен жүк көліктер қысып көлікті тоқтатады. Кареннің көлігіне екі жігіт кіріп, қызды байлап, көліктің артқы жағына жатқызып, көлікті жүргізіп кетеді. Олар Кареннің үйіне келіп, Каренді көліктен шығарып, үйге кіргізді. Үйдің ішін тонауға кірісті. Үйден бағалы заттарды іздестіріп жатқан кезде, аяқ астынан біреу есікті бірнеше рет ұрады. Есікті ұрған азамат, ол Кареннің таныс механигі, ол Кареннің басқа көлігін көруге келген. Ол механикті екеуі жабылып ұрып, оны да байлап, Кареннің қасына жатқызып қойды. Үйдегі бағалы заттарды алып, Карен мен механикті көлікке басып кетіп қалады. Жолда олар механикті жібере салады. Ал қызды жібермей, оның анасынан төлем ақы сұрайды. Кареннің әке-шешесі бұрын ажырасқан еді. Осы жағдайды естіген екеуі бастарын қосып қызына сұраған төлем ақыны жинамақшы болады. Кареннің анасы Мириам банкқа барып несие алады. Ол несиеге жинап терген ақшаларын қосып, төлем ақыны дайындап қояды. Олар ұрлаушылардың инструкциясы бойынша аялдамаға ақшаны қойып кету керек еді. Содан кейін молаға барып қызын сол жерде күту керек еді. Бұл инструкцияны орындаған Кареннің әкесі молада қызын күтті. Бірақ ұрлаушылар қызын алып келмеді. Ұрлаушылар Лаус Мейрезерес деген наркокартельден еді. Өзі Мексика мемлекетінде сол уақытта 6 наркокартель бар еді. Соның ішінде Лаус Мейрезерес наркокартелі территория жағынан үлкен еді. Бұл картель адамдарды тонау, ұрлау, әйел адамдарды зорлау, өлтірумен айналысатын. Сол кездері және қазірде Мексикада полицияның әсері наркокартельдерге қарсы өте төмен еді. Әлі күнге дейін наркокартельдерге қарсы полиция, әскери адамдар қарсы тұра алмайды. Жылына Мексикада мыңдаған адам жоғалады. Кареннің әке-шешесі полицияға хабарласпады, өйткені полицияда картельдің адамдары бар екенін бәрі білетін. Егер хабарласса, Карен сол мыңдаған адамның ішінде болатынын олар түсінді. Кареннің шешесі Мириам картельдің адамдармен кездесуді іздеді. Эль Джуниор деген картельдегі жас жігітпен кездеспекші болды. Ол жігітпен кездесті. Мириам жігіттен жылап өтініп қызын қайтаруға сұрады. Бірақ жігіт ол ұрлыққа қатысы жоқ екенін айтты. Бірақ егерде ақша төлесе іздестіруге көмектесетінін айтты. Мириам оған $2000 беріп жатқан кезде, Эль Джуниордың рациясына біреу оны атымен шақырды. Оның шын аты Само. Кездесуден кейін бір апта өтті. Бір аптада Самодан хабар болмады. Ол да Мириамды алдап кетті. Самодан да басқа адамдарға ақша берген Мириам қыздан хабарсыз болды. Мириам үлкен қызына көшті. Уақыт болса өтіп жатты, Кареннен хабар болмады. Мириам Каренмен берген болған механик жігітпен кездесіп, диалог құрды. Олар оны ұрған жігіттерді сипаттаған кезде, Мириам сол жігіттің бірі Само болғанын сонда түсінді. Ол бірнеше апта бойы Самоны іздестірді. Сөйтіп ғаламторда бір қыздың суретінің қасында Само тұрғанын көрді. Қасында тұрған қыздың киімі балмұздақ сататын сатушының спет формасы еді. Ол дүкенді іздестірген кезде, ол дүкен Сан-Фернандо қаласынан 180 шақырым жердегі Сьюдад Виктория қаласында болып шықты. Мириам сол қалаға жол тартты. Қаладан сол дүкенді тапты. Сатушы қызда сол жерде істеп жатты. Мириам апталап сол қызды аңдыды. Ол Самоның келуін күтті. Мириам Само танымау үшін шашын қысқартып қараға бояды, және үлкен көзілдірік тақты. Күндердің күнінде Само сол дүкенге, яғни қызға келді. Ол қызбен шығып бір үйге кіріп кетті. Мириам мемлекет қызметкермін деп мемлекеттік санақ болып жатыр деген айламен Самоның көршілерінен ақпарат жинай бастады. Соның арқасында ол Самоға үлкен ақпарат жинайды. Ол сол ақпаратпен сотқа, полицияға, жоғарғы органдарға барды, ешкім оған көмектеспеді.
Жалғыз бір федералды полиция қызметкері ғана көмек көрсетті. Ол Мириамның жасаған жұмыстарын көріп тамсанды. Полицияда соттауға құжатталғанша Само басқа қалаға қашып кетті. Мириам полицеймен тағы ақпарат іздестіре бастады. 15 қыркүйек 2014 жылы Мириамның ұлы Луис кездейсоқ Самоны қаладан көріп қалады. Хабарды анасына айтады. Полиция келіп Самоны ұстап кісендеді. Тергеу барысында қасында болған адамның есімі белгілі болды. Ол 17 жасар Хосе Гонсалес болып шықты. Бұл жігітті ұстап, тергеуді бірнеше рет қыспақ қалған кезде ол бәрін жайып салды. Наркокартель қаланың сырт жағында ескі ранчода талай адамды өлтіріп сол жерде көмген. Сол мәйіттердің ішінде Мириам қызы Каренда жатқанын айтты. Ол жерге полиция және Мириам да барды. Қазба жұмыстарын жүргізгенде көптеген адамның сүйектері табылды. Соның ішінде өкінішке орай Каренда болды. Қайғыға батқан ана көлігіне отырып қалаға жөнелді. Жолда қиналған ана жолдағы кафеге тоқтап сусын алмақшы болады. Кафеге кірген кезде ол Каренмен жасты қызды көреді. Ол қыздың есімі Сильвия Бентон Кур еді. Мириам бұрыннан оны білетін. Оның шешесі жезөкше еді. Соны біле тұра Мириам оған әрдайым көмектесіп, қыздарының киімдерін беретін. Мириам қызбен сөйлесе отырып, қызын ұрлап кеткені туралы естідің бе деп сұрады. Ол жоқ, естімедім деді. Оның жауабы Мириамға күдік туғызды. Өйткені бұл жағдай туралы бәрі білетін. Үйге келген Мириам бірнеше күн бойы қайта ғаламтордан ақпарат іздей бастады. Сол кезде сотталған жігіттермен бірге суретке түскен Сильвияны байқайды. Мириам бірнеше апта бойы түрмені аңдымақшы болды. Бір күні Сильвия сол түрмеге келді. Мириам полицияға Сильвияның қатысы бар екендігін жеткізді. Полиция Сильвияны ұстап тергеді. Бұл ұрлықты Сильвия ойластырған. Кейін екі жігітке айтып, ойын іске асырған. Төлем ақыға берілген ақшаның жартысын Сильвияның үйінен тапқан. Сильвияны да түрмеге жапты. Бұнымен Мириам тоқтамады. Өйткені бұл 3 адам ғана қызын өлтірмегені, және басқа да адамдардың қатысы бар болуы мүмкін еді. Жарты жыл бойы іздестіре келе, ол бірнеше адамдардың қатысы бар екендігіне көзін жеткізді. Өкінішке орай, олардың көбісі сол уақытта тірі емес еді. Бір адамды ол тапты, ол Энрике Флорес еді. Ол сол уақытта барын тастап шіркеу қызметкері болып жұмыс жасап жүрді. Ол шіркеу кішкентай ауылда еді. Мириам сол ауылға барып, шіркеуге бірнеше күн бойы баруды шешті. Сол шіркеуде Энрике Флоресті көрген кезде, ол полицияға хабарласуды шешті. Полиция келіп Энрике Флореске қолына кісен салды. Келесі қызына қатысы бар түк болмағандай гүлдер сатып жүрді. Оның туыстармен жақын танысып дос болды. Оны Мириам 1 жыл іздеді. Тапқаннан кейін оған жақындап келе жатқанда оны таныған жігіт қашып жөнеледі. 56 жасар Мириам оны бір бұрылыста ұстап алады. Ол жігіт жылқыны бұрайын деген кезде Мириам тапаншасын шығарып қорқытады. 1 сағат бойы оны тапаншамен полиция келгенше ұстап тұрады. Мириам Родригес тағы басқа қызына қатысты адамдарды ұстады. 3 жылдың ішінде ол 10 адамды түрмеге отырғызды. 2017 жылы 15 мамыр күні Мириам көлігімен үйіне келіп, көліктен түсіп жатқан кезде, бұрылыстан ақ Nissan автокөлігі қатты келіп, тоқтап 12 рет оқ жаудырады. 12 оқта Мириам Родригеске тиеді. Көлік ары қарай кетіп қалады. Осы жағдайға дейін 2 ай бұрын түрмеден 2 адам қашып шығады. Соның бірі шіркеуде ұсталған Энрике Флорес еді. Полиция оны және басқа 4 адам ұстап түрмеге қайта жапты. Өкінішке орай бүгінгі оқиға осылай аяқталды. Бұл оқиға туралы 2021 жылы Гражданская деген кино түсірілген. Ғаламтордан іздеп көрсеңіз болады. Сау саламат болайық.